Все, предупреждаю, видеозапись, аудиозапись, журналда, Ованнауга, Турала, Иисус, Азот Маник, сервис Казахстан, директор сервисleri, önerirsek tecrübeli komünitede dayıtlarını öndürüyor. Panalarını elektrik temanisiyle aktif programı istek boyunca eskiri otur. Özel журналистın ашық жиналысы арқылы бастаймыз. Уважаемые участники общественных слушаний, добрый день. Начинаем общественное слушание посредством открытого собрания заинтересованной общественности. Отчет о возможном воздействии пункта подготовки и производства компании промышленных веществ. В соответствии с пунктом 11 статьи 73 экологических кодекса и пункта 21 правил проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под представителем местного исполнительного органа административной территориальной единицы. Я являюсь представителем местного исполнительного органа и буду представить на собрании Аким поселка Заводского Магера Исламбекович. Участники общественных слушаний. Это первый заинтересованная общественность, второй Аким поселка, третий представитель ГО департамента экологии Балтийской области. Есть ли друзья? В Зуме. Официально у нас жазылған обращение болған да. Представитель ГО управления природных ресурсов Балтийской области. По ходу подключится, да. Представитель заказчика ТО Азот Маник сервис Казахстан. Вы, да? И начальник участка стимула. И представитель исполнителя это нас экологию. Да, являюсь я, меня зовут Сабир Хунаридин, директор компании «Экология». Все хорошо. Сообщаю, что в целях подготовки протокола осуществляется видеозапись и аудиозапись входа в общественное слушание. Также идется прямая трансляция через платформу Zoom. Объявление о проведении слушаний будет размещено доступно для заинтересованной общественности в местах на территории соответствующих административных территориальных единиц, количество 2 экземпляров, а также на информационной доске в зданиях командных и населенных пунктах Аксу и Заводской. Согласно экологическому кодексу статьи 73 пункта 14, сектор общественных слушаний не оформляет протокол общественных слушаний и несет ответственность за полноту и достоверность отраженных в нем сведений. Протокол подписывается председателем и секретарем общественных слушаний в течение 2 рабочих дней с даты завершения общественных слушаний. В соответствии с правилами проведения общественных слушаний в соответствии с проведением правил общественных слушаний у участников собрания необходимо избрать секретаря общественных слушаний и ввести регламент общественных слушаний. У кого какие предложения по секретарю? По секретарю разрешите, да, уважаемый председатель? По секретарю я предлагаю кандидатуру Рахимгалиевой Мирвет, так как она имеет очень большой опыт в сфере проведения общественных слушаний и является сотрудником компании по разработке экологических проектов. В связи с этим и точность и понимание данных вопросов и объяснения со стороны ответчиков, либо со стороны населения, в данном случае данное лицо в лице Рахимгалиевой Мирвет все понимает, и это все может правильно отразить на все протокола и дальнейшую документацию. Еще какие есть предложения? Нет, да? Тогда прошу понять, кто за избрание секретарем общественных слушаний Рахимгалиеву Мирвет. Единогласно. А вы да, против? Да. Единогласно. Большинством голосов участников собрания избрана Рахимгалиева Мирвет. Предлагается следующий регламент проведения общественных слушаний. Первое. Выступление докладчика. Продолжительность до 15-20 минут. Обсуждение доклада. Второе. Заслушивание замечаний и предложений участников общественных слушаний. Вопросы и ответы по теме общественных слушаний. При предложении время до 30 минут. Не зависит от каждого конкретного случая. Видите, для того, чтобы выступить и задать вопрос, сделать замечание и предложение, необходимо поднять руку и представиться для протокола. Вопросы, замечания и предложения должны быть по существу общественных слушаний. Четвертое. Подведение итогов общественных слушаний. Предложенное время до 5-10 минут. Предлагаю проголосовать за утвержденный регламент. Кто за? Принимается единогласно. Протокол общественных слушаний, замечания и предложения будут подготовлены секретарем и подписаны председателем.
Слово предоставляется докладчику. У нас докладчик Мирзалиевой Амирхан Зерке и Сабиров Маналидин. На государственном сервисе. Бірінші қазақша оқылады, сосын орысша тілде. Рахмет. Басқа да сөйлейді. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы өнеркәсіптік жарылғыш заттардың компоненттерін дайындау және өндіру қондырғысының ықтимал әсері туралы есеп. Жоба әзірлеушісі Тыныс Колледжі Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жоба тапсырыс беруші Азот Майнинг Сервис Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Әсер есебін әзірлеу қажеттілігі. Осы ықтимал әсерлер туралы есеп 14 мамыр күні 2026 жылы сәйкесінше номермен қоршаған ортаға әсерді бағалауды қамту аясын айқындау туралы қорытындыға сәйкес әзірленді. Оған сәйкес көзделіп отырған қызмет үшін қуат жүргізу талап етіледі. Қарастырылып отырған нысанға арналған әсер есебі Қазақстан Республикасының 2021 жылғы номері 4 экологиялық кодексіне Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі номері 280 бұйрығының қоршаған ортаға эмиссиялар стандарттарын анықтау әдістемесіне және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 2021 жылғы 10 наурыздағы 63 бұйрығына сәйкес әзірленді. Әсер туралы есептің негізгі мақсаттары. Әсер есебін әзірлеудің мақсаты нысан көздерінен атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының сандық және сапалық сипаттамаларын анықтау және қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін бағалау. Жоспарланған кәсіпорын қызметінің ықтимал теріс салдары анықталады. Қоршаған ортаны жақсарту, табиғи экожүйелер мен ресурстардың жойылуына, тозуына, зақымдануына және сарқылуына жол бермеу. Сондай-ақ жоспарланған қызмет орналасқан аумақта тұратын халықтың қалыпты өмір сүру жағдайлары мен денсаулығын қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірленеді. Қысқаша сипаттама. Компанияның негізгі қызметі нитронит эмульсияларына арналған жарылғыш емес компоненттерді өндіру. Яғни нитронит эмульсияларына арналған жарылғыш емес компоненттер жоспарланған нысанда өндіріс орнында өндіріледі және араластыру және зарядтау машинасына бөлектеледі. Нитронит эмульсияларына арналған жарылғыш компонент тікелей карьерде, яғни жоспарланған нысаннан тыс жерде өндіріледі. Инженерлік қолдау құрылыс кезегіне келетін болсақ, сумен жабдықтау жүк көлігіне тиелген өтекелерде болады. Ағынды суларды кәдеге жарату компостау дәретханалары құрастырылады, кейіннен мердігермен шығарылады. Орташа қалдықтарды шығару келісімшартқа байланысты жүргізіледі. Штаттық қызметкерлер саны 30 адамды құрайды, құрылыс кезеңі 3 айды. Инженерлік қолдау пайдалану кезеңіне келетін болсақ, инженерлік қолдау қызметтері тапсырыс берушінің консорциумына сәйкес көрсетіледі. Нысанның жұмыс уақыты жылына 365 күн тәулік бойы істейді. Нысанның штатында 80 адам жұмыс жасайды, оның ішінде 15 инженерлік техникалық персонал, 65 жұмысшы. Азот Майнинг Сервис Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 3 мамырда 2024 жылы сәйкесінше номермен жер учаскесінің қосалқы жалдау шартына сәйкесінше кадастрлық нөмірі бар жер учаскесінде орналасқан. Азот Майнинг Сервис Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ақсу қаласының өнеркәсіп аумағында орналасқан және келесі шекаралармен шектеседі. Солтүстігінде өнеркәсіптік аймақ, оңтүстік-шығысында бос жер телімі, одан кейін тұрғын үйлер, батысында өнеркәсіптік аймақ. Ең жақын жер үсті су ауданы Ақсу өзені зауыт аумағынан оңтүстікке қарай 65 км жерде орналасқан. Жоба алаңы белгіленген су қорғау аймақтары мен жер үсті су айдындарынан тыс жерде орналасқан. Ең жақын тұрғын үй болып, оңтүстік-шығыс бағытта 410-450 метр қашықтықта орналасқан. Келесі жоспарланған қызметтің аумағының көрсетіп болады және жол картасы көрсетілген. Кәсіпорынның қауіпті санатын анықтау. Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы номері 400 экологиялық кодексінің 2
қосымшасы химиялық өнеркәсіп және 4-ші бөлімнің 4-те 1 тармағына сәйкес қарастырылып отырған нысан 1-ші санаттағы нысандарға жатады. 2022 жылғы 11 қаңтардағы КРДС 2 қоршаған орта мен адам денсаулығына әсер ететін нысандардың санитарлық қорғау аймақтарына қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар санитарлық ережелеріне сәйкес өнеркәсіптік жарылғыш заттардың компоненттерін дайындау және өндіру нысандарына арналған санитарлық қорғау аймағы келесідей. Үшінші, яғни санитарлық қорғау аймағы 300 метрді құрайды, яғни 3-ші қауіпті класына жатады. Өндіру технологиясының қысқаша сипаттамасына келетін болса, жылына 15 000 тоннаға дейін нитроген эмульсиясын шығарады. Жабдыққа келетін болса, тотықтырғыш ерітіндісін дайындауға арналған модульдерді, отын фазасын, қыздыру компоненттерін, энергетикалық модульді, зертхананы және электр панелін қамтитын жылжымалы контейнер блогынан тұрады. Технологиялық процесіне келетін болса, 80-85 градус температурада тотықтырғыш ерітіндісін дайындау, отын фазасын дайындау және қыздыру, эмульсия түзу үшін компоненттерді бункерде және статикалық араластырғышта араластыру, эмульсияны араластыру және зарядтау машиналарына немесе сақтау модуліне беру. Негізгі шикізат көзі болып, аммоний нитраты, отын фазасы, газ түзетін тоспа, су және модификатор болып табылады. Өндіру технологиясының қысқаша сипаттамасы қауіпсіздікке келетін болса, аммоний нитраты бұл тотықтырғыш болып табылады және термиялық тұрақсыз. Бірақ процесс 80-85 градус температурада жүргізілген болғандықтан детонация қаупін жояды. Аммиак нитраты іс жүзінде улы емес, санитарлық қауіпті класы 5-ті құрайды. Ал санитарлық қорғау аймағының шекарасына шаңның таралуы елеусіз болып табылады. Жабдық автоматты қысым, температура және деңгейді басқару жүйелерімен, сондай-ақ қауіпсіздікті өшіру жүйесімен жабдықталған. Шикізат ашық жерлерде сақталады. Мақсаты қауіпсіз компоненттерді орнында дайындау және содан кейін оларды пайдалану орнында тікелей жару машинасында араластыру арқылы карьерлерді жару жұмыстарын эмульсиялық жарылғыш заттармен қолдау. Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттарға келетін болса, құрылыс кезеңінде 12 көз шығармаларының 12 көзі анықталған болады. Оның ішінде біреуі ұйымдаспаған, оның ішінде біреуі реттелмеген ұйымдаспаған көз болып табылады. Кәсіпорында атмосфераға барлығы 19 түрді реттелетін зиянды заттар шығарылады. Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың жұмыс істеу мерзіміне келетін болсақ, түгендеу нәтижелері бойынша жұмыс істеу кезеңінде атмосфераға зиянды заттардың 11 көзі шығарылады. Оның ішінде 7 ұйымдасқан, 4 ұйымдаспаған, оның ішінде 1 реттелмей ұйымдаспаған көз болып табылады. Кәсіпорында атмосфераға барлығы 13 түрлі реттелетін зиянды заттар шығарылады. Нысанның атмосфераға ластанатын заттардың шығарындыларының стандарттары құрылыс кезеңінде ластаушы заттардың жиынтық тобын көруге болады жұмыс істеу кезеңіндегі. Жоба нысанның құрылыс кезеңіне келесі стандартты белгілеуге ұсынады, яғни кәсіпорын бойынша жалпы шығарындылар саны 0,273-те 97-302, ал жұмыс істеу мерзімінде сәйкесінше 33,423 0,55-те 35-ке тең. Кәсіпорынның әсер ету аумағындағы ауаның ластану деңгейін есептеу және талдау. Ластаушы заттардың дисперсиясын есептеулерін талдау ширату фракцияларына келесі мәндері бойынша көрсетілген. Енді дисперсияны есептеу нәтижелерін талдауға келетін болса, құрылыс кезінде ең жоғарғы концентрация бір ширатқа рұқсат етілген мәндерінен аспады. Ол құрылыс кезеңінде тұрғын ауданда 0,10,992 ширатқа тең болса, жұмыс істеу кезеңінде 0,10,4186 ширатқа тең. Қалдықтарға келетін болса, құрылыс кезеңінде келесідей қалдықтар көрсетілген. Оған тоқталатын болса, қатты тұрмыстық қалдықтар, дәнекерлеу электродтары, бояулардан қалған қалдықтар, құрылыс қалдықтары. Барлық пайда болған қалдықтар өңдеу, кәдеге жарату және көму үшін үшінші тарап ұйымдарына берілетін болады. Соңғы кәдеге жарату орындарды және қайта өңдеуге тасымалданбас бұрын қалдықтар компания аумағында 6 айдан аспайтын мерзімге уақытша сақталады. Келесінде жұмыс істеу кезеңіндегі қалдықтар көрсетілген сәйкесінше. Қоршаған орта өзгерістерінің сипаттамасына келетін болсақ,
нысанның тікелей маңында су алу орындары, демалыс және шомылу аймақтары, ауыл шаруашылығы жерлері, тарихи және сәулет ескерткіштері, қорғалатын орындар, археологиялық қазыналар, Сібір жарасы көмілген жерлер немесе ерекше қорғалатын және құнды табиғи кешендер жоқ. Жобаға тиісті хаттар енгізілген. Бұл нысанның адам денсаулығына, флора мен фаунаға әсері елеусіз деп бағаланады. Қабылданған техникалық шешімдерді және қазіргі табиғи және қайтымсыз экологиялық жағдайды талдау негізінде табиғи ортаның барлық компоненттеріне жалпы әсер етеді деп бағаланады. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар кешеніне тоқталып кетсек, атмосфералық ауаны қорғау бойынша мынадай табиғат қорғау іс-шаралары көзделген. Оның барлығы слайдта көрсетіліп тұр. Назар аударыңызға рахмет. Қалдық сақталып, өзіңіз қайқа сақталып, 6 ай сақталып, болмаса қайқа көміледі ол. 6 айдың ішінде компанияда сақталады. Қай жерге көміледі? Жоқ, оның обязательно көміледі жоқ. Көміледі 6 айға сақталып, болмаса қалдық болмаса көміледі. Соны сөйлейсіз. Көмілі рұқсат жоқ қой. Я сіз тоқтап тұрмайын. Бұғызын оққаны қалып сізге жоқ. Сіз де сөз тұрдыңыз. Қай егін көміледі? Жоқ, ол жерде көмейді, оны мен жаңа айтқан бойынша. Бесіз солай еді. Енді бұл халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігіне нақты кепілдік кім береді? Кім ойналады? Главный эколог отырған сол компаниямен, сол Неге главный эколог? Докладчик қол. Осы қайдан білейін? Тәртіп бойынша докладчик қол береді. Тәртіп береді. Жындайтын ба? Мен енді өзім таныстырай жаңағы. Мен осы қоғамдастық қоғам мүшесімін. Әкімнің жанына қарады, оның ішінде. Дәлел осы қазіргі дейміз. Халық сансыздығын көрсеттім ғой. Сөзі біз өте сүйет жеткіземіз. Әлі жауап береміз. Халық қалпады. Енді сосын мен дағатты танымаймыз. Мен өзім таныстырады. Бұл қыз жауап береді. Бұл қыздың сөзіне нықтап қарап отырмын. Біздер енді жаңа мешіс көп, бұндай нәрсе біз көп көреміз, бәрі шиеміз. Бұл жерде барлық пайда болған қалдықтар өңдеу кәдеге жарату және көму үшін үшінші тарап ұйымдарына беріледі. Яғни біз договорға отырамыз, компания договорға отырады. Кімге отырасыз? Ол жұмыс барысында... Кімге отырасыз? Айтып көріп, бәне отырамыз. Оны әлі біз құрылыс кезінде... Айтып беріп, шығып Sizden söyleyeceğim, olay şefayı, bir özür производство sistemi. Zam genel direktör Şentürlü'yle, genel direktör oldu. Және мен günümüzde сектің бастығы болдым. Мен осы системаға азғанды представлением бар, пенсиядан хабарым бар. Не сосын байқадың ба? Байқасаңыз, сосын бір кісі анықтап қояды. Бізде жаңағы қатты тұрмыстық қалдықтарды ИП «Чистый город» деген организацияға беруді жоспарлап отырмыз. Яғни біз договорға отырамыз, келісімшартқа. ИП «Чистый город» деген организациямен. Ол не организация? Ол жаңағы қатты тұрмыстық қалдықтарды, күнделікті қалдықтарды жаңа объектіден шығарып, жаңа полигонға апарады. Екінші жаңағы бізде қауіпті қалдықтар бар, бағана айтып өткен, комитет қалдықтары, одан кейін электроктар бар, бізде лактачный материалдарды. Оны біз лицензиясы бар, бірнеше компанияға тұрамыз, ол қазір приоритетте Globus S деген компания бар, сонымен отырамыз. Біздің жаңағы арнайы орын дайындаймыз, сол орында 6 айға дейін жинаймыз. Содан кейін аламызды жаңағы зарядка тастап, сол организацияға беріп жібереміз. Ары қарай олар пайдалануға жаратады қалдықтарды. Кешірім сұраймын, Бізде бұл қоғамында екі тілде өту керек. Қалай екі тілде? Қазақша, орысша. Онда жоқ қой бар. Ол закон бұзбаңыз. Қазақ, все. Жарайды. Қайда, тоқты конференция. Сізде зұлдалық қандай бар ма? Қазақ. Жарайды.
Егер қарсы болмаса, мемлекеттік ақша қалай отыр, мемлекеттік жекелік дауыстардан ақы жоқ болса, онда мемлекеттік егерсе керек десеңіз, ресми тілде онда естізде дайын. бір мен былай ғой жігіттер, біздер орыстар білемін, бәрін білемін. Бірақ енді бүгіннен мен қазір сөйлеп жатыр, назар президент. Мен қазақтың сөйлеп жатыр. Қазір мен қазақ сөйлеп жатыр. Қазақтың балалары айтып жатыр, зачем? Қазір курсиге дейін қазақша жіберді. Рахмет назар. Қоғамдық тыңдауды өту тәртібі бойынша өткізу ертең болса түсінбеушілік болып қалады, сондықтан біз сол кішкене екі тілде түсіндіріп деп ойлаймыз. Тараптан осы залда тұрған тараптан, зумда тұрған тараптан ондай тартып қалмаса, ондай Yok, екі тілде жоқ, бірақ бір орысша жауап берсе, орысша жауап бермеді ма қазір? Бірісі орысша жауап берді. Міндетіміз екі тілде дайындап келу, халықтың талабы қай тілде болса, сол тілде. Жоқ, сіз опять халықтың талабы жоқ қой заңда, конституция оқы. Жетінші бұл айтады, егер де действительно басқа біздің елде сауал берсе, орысша жауап бере беремін. Бірақ қазақша сөйлейді. Өткенде біз айдым қазақша сөйледі. Мен өзім орысша сөйледім, ұялып қалдым. Рахметқа бәрі қазақша сөйледі. Бірақ орысша жауап берсе, сауалды береді, ол қасым жоқ. Көбге ешқандай не үшін. Ал бүгінгі тарапта біздің масқара болады. Мен орысын түсінеміз, соны айтады. Тәртібі заң. Мен заңын айтсам айтты. Ресми тілде қалай қарайсыздар? Сауал берсе жауап бере берді. Қарсы емес. Бәрі қазақтан отырған сияқты. Мен істейді, маған жүйке жоқ. Енді және бір сауал бердім ғой. Денсаулық пен қауіпсіздікке нақты кепілдік берсін деген. Кім береді соған? Халықтың істейсіз, ағай, ұлы, қайсы компанияны ойнаған? Россия не значит. Енді жаңағы біз келісімшарт құрамыз, ол дұрыс, оны түсінеміз. Енді келісімшарттан болмай қалады. Халықтар қалып кетеді, көрініп қалады. Кім жауап береді? Мекеме өзі жауап береді. Экологиялық қадағалайтын өзіміздің құдағалашылыққа департамент экология солай қадағалап отырады. Бірақ сондай бұзушылық бірдеңе болып қалдықтар қалып алып кетпейтін жағдайда 6 айдан кейін ол отходтарды, ол қалдықтарды ол декларироваться етіліп, захоронениеға отдельно рұқсат қағаз алу керек болды. Ерекше оның құжат алу басқаша. Бірақ бұл объекттің өзінің жұмысын істеп жатқан жұмысын бүкіл отходтарды раздельный сбор жасап, бүкіл контейнер жинап алып, сосын өзінің қай салада, қай неде утилизация жасайтын компания, переработка жасайтын компанияны тауып алып, бәрінің келісімшартқа отырып, содан кейін жібергеннен кейін рұқсат қағаз алып. Бүгінгі күнде біз рұқсат алу қағазын үшін қоғам тыңдауға келіп тұрған жоқпыз. Бүгін алып келген құжатымыздың аты бізде қоршаған ортаға әсер бағалау ғана болып тұрды. Это оценка воздействия на окружающую среду болып тұрды. Ол рұқсат қағазы воздействие, разрешение на экологическое разрешение на воздействие на окружающую среду деген құжат емес. Ол заключение экологической экспертизы по оценке воздействия на окружающую среду. Окружающая средаға ол берген себебі комитеттен скрининг өткенбіз. Обязательно авоз өткенбіз, сондықтан обязательно авозға түсіп, біз авозда енді қоғам тыңдауға алып келдік. Мен түсінгенімше санитарлық экологиялық талаптарын толық орындалмағанша жобаны іске асыру болмайды. Сізбен мен келісемін. Өйткені ондай бәрі сол санитарлық қоғамдық санитарлық қорғау аймағы қатаң сақталсын. Иә, қатаң сақталады. Ол жағынан бүкіл бәрі қадағалап отыр. Бүкіл бәрі сосын производство экологический контроль деген бар. Сосын мониторинг окружающей среды деген құжаттар бар. Ол келесі этаппен осындай қоғам тыңдауға алып келетін құжаттарға жатады. Өйткені соның ішінде біз қай жерде, қандай мерзімде, қандай периодичность дегенде, кім деген, қандай веществомен қадағалап отыр, бәрін контролировать ететіндей болады. Дұрыс. Енді бұл жерде қоғамдық тыңдау қайта ашық түрде өту керек, формалды емес, нақты түсіндіру керек. Дұрыс па? Біз сол үшін сіз сияқты осындай адамдар келіп, уақытын бөліп келіп, осылай
қызығып болса сұрап берген кезде қуанышты отырмыз да шынымен. Рас айтпырма. Өйткені анда уақытты бөліп болса бізде қаншама дайындалып бәрі келіп жатыр. Сол халық білсін, көрсін деп бәрін ашық көрсетіп жатыр. Мына жерде скрывать ететін, өтірік айтатын ешқандай жұмыс жүріп жатқан жоқ. Бәрін ашық айтып көрсетіп жатыр. Сол үшін сізде осылай келіп, би болып осылай уақытыңыз болып келдіңіз, сізге рахмет айтқым келіп тұр. Біз енді айтпасын, былайша айтқанда қарсы емес, тілектеспіз ғой. Олар өсін істеп ойын. Сонда түсіндірген бірге жақсы дейміз, басқа дейміз жоқ. Көп дұрыс көріп. Халық білу керек, түсіну керек. Айтып жатсыз, қазір өзі халқымыз экологияны қатты айтып жатсыз. Сояғында сақтау керек та. Соған есептеу керек. Өткенде енді айту керек, Маңғыстау облысының әкімі айтады, осындай кәсіпкерлерге. Халыққа зиян келеді десе істемеңдер. Мен қарсымын дейді. Зиян келмей ме? Істеймін, қолдаймын. Соны ешек болғанда сіздер. Осы істей беріңдер. Рахмет сауалыңызға негізі. Залда сұрақ бар ма? Жоқ. Зумда. Зумда онлайн отырғанда сіздерде сұрақ бар ма? Управление городом экология. Айтып өту керек, бүгін біздің қоғамдық тыңдау екі жерде болды. Бір проект, бір жоба үшін екі жерде болды. Бірінші тыңдау ол Ақсу деген ауылда болды, қазір Заводской деген ауылында болды. Ақсуда бірінші сол жерде өткізген себебі бұл біздің қазір қарастырылған мекеме сол Ақсуға жақын жерде тұр. Жақын болған жағы тиіп тұрған жоқ. Заводскойға қарай алған кішкене жақында отырды. Сондықтан сол жерде біз өткіздік. Сұрақ жоқ. Онда баяндалушыға көп рахмет. Переходим к обсуждению. Обсудили. Пришел так. Итак, все вопросы заданы, ответы на них получены. Приступаем к подведению итогов общественного слушания. Уважаемые участники, вам на рассмотрение и обсуждение предоставлен отчет о возникновении возможных воздействий пункта подготовки и производства компонентов промышленных взрывчатых веществ. Могу констатировать общее мнение участников общественного слушания о качестве рассмотренных документов и выслушаны доклады на предмет полноты и доступности их понимания. Документы являются полными и доступными для понимания. Также могу констатировать, что общественные слушания состоялись и объявляю общественные слушания завершенными. Спасибо всем за участие. Спасибо всем. Еще минуточку внимания. Хотел поблагодарить всех, что уделили время и пришли. И мы, как проектная организация, которая является подрядчиком компании «Азотмини», всегда за и всегда поддерживаем нашу экологию, и мы никогда не берем на такие объекты, которые имеют какие-то сомнительные вещи, там еще какие-то. И поэтому всегда надеемся на лучшее улучшение нашей экологии и общей нашей экологии. Всем спасибо. Камерамен бәрі түсіп отыр ғой, аға. Басында қоғам тыңдау ашық деп айтқан кезде мен айттым. Камерамен бәрімен сол өткізеді деп. Төраға бірінші сөз алған кезде сөйтіп айтты.